Алғашан осылай тұра беріңіз. Жымайып тұруға аузым шаршады. Сәл қалды. Беті мен қанаттарым да үйіп қалды. Та-да! Иә, маған ұнап тұр. Негізі жаман шыққан жоқ. Ұйқыдағы ұлы батырмен таныс болсақ, батырдың ұлы ерлік жасаған жеріне баратын кез келді. Ал енді біздің мақтанышымыз бәйтерек. Батырдың ұлы бүркіттің жұмыртқасын зұлым жыланнан қорғаған жері осы емес пе? Дәл солай, ерлік жасалған жер. Ал мына оқиғаларды қайта құру ма сонда? Не дейсің? О, жоқ, бұл қалай? Зұлымдықты жеңу үшін батырды оятайық. Бұл сәурешілік, ол уянбайды. Онда біз өзіміз барып, зұлыммен күресіп, жұмыртқаны құтқаруымыз керек. Біздің сәттілігімізге орай, қазір ол шай ішуге тоқтады. Енді біз үлгермейміз. Одан тезірек қалай жетуге болады? Достар, мен сендерге бұл туристік орын деп едім ғой. Мұнда жеделсаты болу керек. Қандай жеделсаты? Бұл мүмкін емес. Сен өте алмайсың. Зұлымдыққа жол бермейміз. Мен бірдеңе лақтырар едім, бірақ бұл бауырсақ қой. Жоқ, мен оны лақтыра алмаймын. Ол өте дәмді. Қорықпа бөлтір, тағы да жасаймыз. Үлкен аға? Сенің ағаң? Кішкентай жылан, сенсің бе? Күте тұр, мұрныма бірдеңе түсті. Достар, таныс болыңдар. Бұл менің үлкен ағам. Сонда бұл сенің ағаң ба? Ол жұмыртқаны жегісі келді ме? Жұмыртқа? Қандай жұмыртқа? Түсіндім. Сендер аңыз туралы айтып отырсыңдар ма? Жоқ, оны істеген менің ата-бабам болған. Ал мен салауатты өмір салты дегендей альпинизммен айналысып жүрмін. Айтпақшы бүркіт, қалай боп жатыр? Нәтиже жақсарды. Жарайсың. Ал бұлар сенің інің мен оның достары ма? Иә, солай боп шықты. Демек, біз дөрекі болғанбыз. Кешірім сұраймыз. Кітапты мұқабасына қарап бағалауға болмайды. Ал інім, сен мектептен қалмай жүрсің деген үміттемін. Жоқ, қазір мектепте демалыс. Жыланның айтқаны дұрыс болса да, балалар жұмыртқаны қорғауға тырысып, батылдық танытты. Мен сендерді сыйлықсыз жібере алмайым. Осы бәйтеректің дәндерін алып, ақылмен пайдаланыңдар. Мен сенің ағаң бар екенін білмедім. Мен айтуды ұмытып кеттіппін. Барлығы 10 ағайындымыз. Ол болса ең үлкеніміз және шетелде оқыған. Бізді таңғалдырдың ғой. Бәрін дұрыс түсінбей, қатты кеткеніміз ұят болды. Ол тым өсіп кетіпті. Мен бірден танымадым. Қызық. Айдаһар мені таниды ма? Мен оның ұрпағы емеспін бе? Не?